Өмірде қаншама адамдар бар. Өтірік айтып, артынан өкінбейтіндер. Зардабын алмаймыз деп ойлайтындар. Бүгінгі оқиға сол жайлы. Бірақ пікірлерді күнде оқимын. Сіздер каналымда шығып жатқан видеолардың бәрін шын деп ойлайды екенсіздер. Және бір қызығы, мен өз өмірімнен алып жатыр деп. Жоқ, олай емес. Бәрі де ойдан шығарылған. Қазір болатын оқиға да ойдан шығарылған. Қабыл алыңыздар. Түсінбеймін. Сен неге сонша ашулысың? Сені не, бала кезіңде анаң құшақтап аяламаған ба не? Әдеттегідей Айжан интернет желісінде мағынасыз ерегісті бастап кетті. Бұл жолы оның қарсыласы мүлдем таныс емес бір бала болды. Ерегістері музыкалық қалау мен адамдар жайлы басталды. Қазірше қарсыласы Айжанға қарағанда өзін ұстап, орынды жауап беріп отырды. Ал Айжан айыптап, ауыр сөз айтып кетті. Тіпті ашудан перне тақтаны тарсылдатып жіберді. Өте күлкілі. Біліп жүр, менің анам жоқ. Ол мен дүниеге келген кезде қайтыс болған. Бірдеңе айтпас бұрын жақсылап ойланып ал, ақымақ. Шындығында жазылғанның бәрі өтірік болатын. Айжанның әкесі де, анасы да тірі болатын. Бұл уақытта қонақ бөлмеде теледидар көріп отыр. Жай ғана қарсыласының аянышы оянып, оған ұят болғанын қалады. Бірақ әлгі бала Айжан күткенде кешірім сұраған жоқ. Керісінше желіден шығып, статусы офлайн болып қалды. Қатты ашуды сезініп, Айжан бірдеңе ішіп жеп алайын деп ас бөлмеге кетеді. Ас бөлмеге қонақ бөлме арқылы кіруге болатын. Қонақ бөлмеге келген Айжан бір өзгерісті байқайды. Обойлар тым кір-кір, жыртылып қалған. Сынып қалған диванда әкесі отырды. Сақалы қырылмаған, алқаштар секілді ақ көйлекте отырды. Ас үстелінде анасының тоқыған өнерінің бәрі жоқ болып кеткен. Әке? Қобалжып Айжан сұрады. Бұл жерде не болған? Анам қайда? Әкесі таңғалған көзімен қызына қарап тұрды да: Айжан, не деп тұрсың? Сенің анаң, сен дүниеге келген күні қайтыс болды емес пе?